Сәлем достар, мен есімім Айдана. Тілді меңгеруге байланысты тағы да бір келесі ақпаратпен бөліскім келеді. Кез келген тілде сөйлеп үйрену үшін, мысалы біз Қазақстанда тұрғандықтан, кейбір адам біз орыс тілі мен қазақ тілі екі тілде сөйлейтін мемлекет болып табылатын болғандықтан, бірақ біздің 100% халық екі тілде толығымен сөйлей алады деп айту сөйлей алмайды. Шын айтқан кезде кейбіреулер орысша сөйлейді, екіншілер қазақша сөйлейді, немесе кейбіреулер бар қазақ тілінде де орыс тілінде өзі қалаған деңгейде сөйлей алатын адамдар. Мен солардың қатарынан боламын. Өзім туралы айтатын болсам, мен Қызылорда облысында шағын ауылда дүниеге келгем. 99% қазақ тілінде сөйлейтін адамдардың ортасында туып өстім және қазақ мектебін бітірдім. Бірақ ол менің орыс тілінде түсіну немесе сөйлеуіме ешқандай кедергі келтірген жоқ. Және осы жердегі менің орыс тілінде сөйлеуіме және түсінуіме көмектескен нәрсемен бөліскім келеді. Түсіну ол адамның сол тілмен қаншалықты көп уақыт бөлгеніне байланысты. Мысалы, мен туғаннан бастап біздің үйде теледидар болды, мүмкіндігіміз болды теледидардың сатып алуға. Мен туғаннан бастап біздің үйде тек қана орыс тілінде бағдарламалар көрсететін, жаңалықтар көрсететін, кино, мультфильмдер көрсететін теледидар болды. Сол теледидарды көру, екінші радио тыңдау, радиода тек орыс тілінде, және ауылымыздағы кітапханадағы кітаптардың шектеулі саны ғана қазақ тілінде болып, қателеспесем 90-80% орыс тілінде болды. Балалар кітапханасында кітаптар. Сол орыс тіліндегі кітаптарды меңгеру, оқу арқылы мен мектепке барған уақытта және бастауыш сыныпты бітірген уақытта қазақ тілін қалай түсінсем, орыс тілінде солай түсінетін деңгейде болдым. Немесе орыс тілін одан да жақсырақ түсінетін деңгейде болдым деп айтсам болады. Себебі жаңа ақпараттарды меңгеру және өмірдің басқаша жаңа технологияларды тану, жаңа ақпараттарды тану орыс тілінде болды. Ал күнделікті әрине қарым-қатынас тек қазақ тілінде. Бірақ ең қызығы, университет қабырғасында жүрген уақытта мен орыс тобында оқыдым. Және орыс тобында оқыған уақытта, сабақ айтатын уақытта мен сөйлей алмайтынымды түсіндім. Сөйлей алмайтынымды түсіндім. Бірақ мен 100% тілді түсінетін болғандықтан, оқи алатын болғандықтан, және барлық жаңағы грамматикалық деп айтады ғой, ол жерде негізі грамматика жазатын кезде маңызды болмаса, ол негізі маңызды, бірақ біз оны сөйлеген уақытта ол автоматты түрде өзі біздің жаңа сөздік сөйлеу мәнерімізде өзінен өзі белгі көрсетіледі, яғни белгі береді деп айтсақ дұрыс емес шығар. Сөйлемді дұрыс құралып жатқан, біз оны жаңағы миымызбен бақылау отпаймыз, бақылаусыз түрде жүреді. Сондай деңгейде болғандықтан сөйлеп үйрену маған оңай болды деп айтпаймын, қиын болды деп айтпаймын, еңбектенуді қажет етті. Ең бірінші рет есімде сөйлеп үйрену үшін, орыс тілінде сабақ айту үшін бір тақырыпты алып, 17 рет оқып, 17 рет түсінік айтқам, және ол бір ғана параграф болатын, бір мәтін. Және сол бір мәтінді айту үшін 17 рет оқып, 17 рет түсінік айттым. Ал менің кейінгі бэкграунд деп айтады, жаңағы артқы тәжірибеме қарайтын болсақ, кейінгі мен мектепте жаңағы түсінік айту, өз ойымды білдіру жағынан ең жоғарғы деңгейде болдым. Және бір тақырыпты алып бір рет оқысам, ешқандай қиындықсыз сол тақырыпты түсінігімді айтып берем. Және ол тілге байланысты емес, қазір мен оны үш тілде де жасай аламын, қазақ, орыс және ағылшын тілінде. Сол себепті сондай қабілеті бар мен үшін 17 рет оқып, 17 рет түсінік айту, ол кәдімгідей үлкен бір еңбек, және мен үшін бір кішкене болса да бір таңғалатын жаңа дүние болды. Осылай күнделікті жаңағы сабақты айту үшін жаттығу арқылы, жаңа сөйлемдерді түсінік айту арқылы, сөйлеу арқылы, және сөйлеген уақытта ішімізден сөйлеу емес, мен мысалы кітапты алам, оны дауыстап оқу керек, міндетті түрде дауыстап оқу керек. Өйткені біздің аузымыз оған үйрену керек, және дауыстап түсінік айту. Мүмкін басында ұялуымыз мүмкін, бірақ кейін жасай берсеңіз үйреніп кетесіздер. Және тағы бір нәрсе, өз-өзімізді видеоға түсіріп сөйлегенімізді тыңдау.
ол да біздің дұрыс ойымызды жүйелеуге, дауысымызды реттеуге және сөз саптау, сөз мәнерін қалыптастыруға үлкен септігін тигізеді. Осылай күнделікті машықтану арқылы мен орыс тілінде өзім қалаған деңгейде сөйлейтін болдым. Одан кейін үшіншісі ағылшын. Ағылшынға келгенде де тура солай. Мен түсініп тұрмын, мен қанша миллион, миллиард ақша төлесем де ешкім маған сөйлеуді үйретпейді. Сөйлеуді мен өзім ғана жасай алам. Қанша ақпаратты мен миыма құйсам да, ол менің сөйлеуіме көмектеспейді. Мен қалай сөйлей алам? Әрине өз аузымды ашып, күнделікті дауыстап оқып, дауыстап түсінік айтып, өзім еңбектену арқылы ғана сөйлеуді жаттықтыра алам. Сол себепті мен мотивациям, яғни мақсатым айқын болғандықтан, басында бірінші видеоны көрмесеңіздер, сол айқын мақсаттың көмегімен күнделікті жаттығу арқылы жақсы сөйлейтін деңгейге жеттім. Және сіздерге де ұсынам, мысалы жаңа мақсаттарыңызды айқындап сөйлеп үйренуді, және ол тек қана ағылшын немесе орыс тіліне байланысты емес, кез келген тілге байланысты, кез келген ақпаратқа байланысты сол туралы бөлісіп сөйлеп үйрену үшін кез келген саладағы біз аузымызды ашып, өз-өзімізді жаттықтыру арқылы ғана сол нәтижеге жете аламыз. Және тағы бір айтқым келетіні, басында бастаған уақытта қиынырақ болады, көбірек еңбектену керек болады, бірақ еңбектенген сайын, тәжірибеледен өткен сайын, соңына жеткен сайын ол яғни жеңілдей бастайды. Сол себепті бұл әрине қуантатын жаңалық. Яғни жолды бастаған уақытта қиынырақ болса, жолдың шегіне жеткен уақытта ол сіздің жаңағы жасайтын жұмысыңыз жеңілдейді. Сол себепті мақсатыңыз айқын болса, әрине нәтижеге жетесіз. Бүгінге осы, келесі бөлімдерде басқа ақпараттармен бөлісетін болам. Менің видеом ұнаса, лүпіліңізді қойып, каналға жазылуды сұраймын.